Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге сметана пирог дайындайтын боламыз. Өте нәзік және де жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны қарамас бұрын арнама жазылып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқаны саламыз. 2 стакан қант саламыз. Қантты бөліп саласыздар. Миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Қанты көп болып кетеді деп уайымдамаңыздар, қыздар. Ешқандай да жабысып, көтерілмей қалмай ондай болмайды. Әдемі болып піседі. Енді сметанаға ас содасын салып араластырып аламыз. Енді жұмыртқалы массамызға салып араластыратын боламыз. Сіздерге үлкенірек ыдыста жасауды кеңес беремін, өйткені ас содасының есебінен массамыз ұлғайып кетті. Енді ұнды бөліктерге бөліп салатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ұнның қалған бөлігін саламыз, араластырамыз. Енді формамызға құйып 180 градуста 25 минут пісіретін боламыз. Міне достар, біздің пирогымыз пісіп шықты, өте әдемі болып шығады. Әдемі жұмсақ болып шығады. Жұмсақтығын видеодан да көрсеңіздер болады. Енді үстіне қойылтылған сүтті құйып жаңғақ себеміз. Өте нәзік және де жұмсақ болып шығады. Шаймен ішуге дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.